Е-learning бағдарламасын енгізуге білім саласы мүлдем дайын емес. Қазынаның қыруар қаржысы жұмсалған бағдарламаның шикі тұстары жетеді. Атауының өзі жүйенің толық мазмұнын ашпайды. Электронды оқыту бағдарламасы ретінде іске асқан Е-learning тек әкімшілендіру ісінен әрі аспайды. Соңғы жылдары депутаттардың наразылығын тудырып жүрген бағдарлама бүгін мәжіліс қабырғасында тағы сыналды. Елімізде Е-learning бағдарламасының енгізілгеніне 3 жыл. Елбасының тікелей тапсырмасымен жүзеге асқан ауқымды жобаға 28 миллиард теңге жұмсалды. Тізбелесек, 2011 жылы 1,2 миллиард теңге, келер жылы 12,8 миллиард, ал былтыр бюджеттің 14 миллиард теңгесі кетті. Осы уақыт аралығында 1159 білім мекемесі жүйеге қосылды. Оның 1000-нан астамы мектеп, ал 90-ға жуығы колледж. Ақмола облысындағы оқыту жүйесіне қосылған жалғыз мектеп осы. Ақмола ауылындағы білім ошағы бағдарламаны былтырдан бері қолданып келеді. Әйтсе де мол мүмкіншілігін пайдалану мүмкін емес дейді мектеп ұжымы. Парақтарға бір нұсқау болса, қалай оны толтыру керек, қалай оның мүмкіншілігі қандай. Біз әлі сондай бір көп мүмкіншілігін біз біле қоймаймыз әлі. Сондықтан біз пайдаланбаймыз. Е-learning бағдарламасы мәжілісте мезі болған мәселелердің бірі. Осыдан 1,5 ай бұрын халық қалаулылары жаңашыл жүйені мүлдем жауып тастауды ұсынған. Бүгінде айтылған сын аз болмады. Мәжіліс төрағасының орынбасары Дариға Назарбаева жобаның атауында да кемшілік бар екенін алға тартты. Жүйе білім саласын электрондық әкімшілендіруге бағытталған. Ешқандай да оқытуды көздемейді. Сондай-ақ бағдарламаға кеткен шығын өзін ақтамай отыр. Вы свою систему создаете, разрабатываете, Сіздер жүйені құрасыздар, жасап шығарасыздар, тіпті оны білім саласына енгіземіз дейсіздер. Бірақ білім саласы бұл жүйемен жұмыс істеуге мүлдем дайын емес. Осы жүйені меңгерген мамандарды университет қабырғасынан әзірлеу мәселесі жолға мүлдем қойылмаған. Мұғалімдер әлі күнге дейін қағаз жүзінде де электрондық нұсқада да құжаттарды толтырып екі жұмыс істеп жүр. Бұған министрлік мәжбүрлеп отыр. Тіпті кейбір мұғалімдер үш жұмысты қатар істейді. Қағаз жүзінде, электрондық нұсқада, одан бөлек әкімшілікке есеп қисап өткізу тағы бар. Жобаның аяқталуына әлі 6 жыл бар. Бастапқы 3 жылда бюджеттің 2,6% ақпараттық жүйенің тек енгізілуіне жұмсалған. Сондай-ақ инфрақұрылымды дамытып, қосымша оқулықтарын дайындауға да қыруар қаржы кетті. Жаңа технологияларды енгізудегі қиындықтар халыққа қызмет көрсету орталықтарын құруда да орын алған. Олар жаңа жүйені мүлдем қолданбайды. Біз мамандарды оқытуға көңіл бөлдік. Қазір нәтижесі жаман емес. Халықтың көңіл толады. Аузымыз күйсе үріп ішуді үйренгеніміз жөн. Бағдарламаны сынаудан шаршаған депутаттар енді қазына қаражатын бөлуде талап күшейетінін баса айтты. Жазира Досмағамбет, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.